Қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге бала күннен жасап келе жатқан осындай сельдь шуба салатын ұсынамын. Бұл салатты барлық адам жасайды, әсіресе жаңа жылға қарсы жасайды, бірақ әр адам әртүрлі ғып жасайды. Бүгін мен сіздерге өзімнің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: жұмыртқа, сәбіз, картоп, қызылша, пияз, балық және де осындай майонез қажет. Майонез мен үнемі 3 желания майонезін қолданамын, және де осындай домалақ кальцо қажет. Ең алдымен балығымызды ұсақтап турап аламыз. Балығымыздың барлығын осылай турап аламыз да, енді кальцомыздың ішіне салып, тәліңкемізге осылай жаямыз. Ендігі кезекте кішілеу бір пиязымызды алып, осылай ұсақтау қылып турап аламыз. Біздің пиязымыз балыққа күшті дәм береді. Сол себептен мен міндетті түрде пияз қосамын. Туралған пияздарымызды осылай балығымыздың үстіне салып аламыз. Ендігі кезекте біз үккіштен жұмыртқамызды өткіземіз. Бір жұмыртқаны бірақ өткіземіз, келесі жұмыртқаның ортасындағы сарысын бетіне себуге алып қаламыз. Үккіштен өткізіп аламыз да, осылай қолымызбен барлық жеріне жайып шығамыз. Ендігі кезекте біз майонезімізді жағамыз. Енді осы майонезді қасықпен барлық жеріне осылай жағып шығамыз. Ендігі кезекте үккіштен картопымызды өткізіп аламыз. Картопты көп қоспаймыз, себебі көп қоссақ, ортасы тығыз болып, сухой болып қалады. Сол себептен кішілеу картоп болса 2 штук, немесе орташа картоптан 1 штук қосқан дұрыс. Картоптан кейін тағы да майонез жағып аламыз. Қасықпен осылай жағып аламыз. Ендігі кезекте біз сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Қолымызбен осылай барлық жеріне жайып аламыз да, бетіне майонезімізді жағамыз. Ендігі кезекте біз қызылшамызды үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп алғаннан кейін қолымызбен барлық жеріне жайып шығамыз. Кейін бетіне майонез жағамыз. Ең соңында жаңағы жұмыртқамыздың сарысын үккіштің ұсақ жағымен бетіне сеуіп шығамыз. Енді салатымызды кальцодан босатып аламыз. Міне біздің салатымыз осындай өте әдемі болып шықты. Менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер де, дәмі сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.